Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отбасы хрестоматиясы әлдиден эпосқа дейінгі кітабынан алынған. Бүгін мен сендерге Қамбар батыр жайлы оқып беретін боламын. Олай болса, аналарыңмен бірге мұқият тыңдай қойыңдар. Әзімбай деген бай болыпты. Оның 6 ұлы мен Назым деген қызы бар еді. Назым 18 жасқа толды. Ажары ай мен күндей толысты. Көркіне қаншама жан ғашық болды. Бірақ 6 ағасынан қорқып, маңына ешкім жоламады. Сүйегі асыл дүр еді, Құдайдың өзі біледі. 14-ші айдай боп түседі кімнің қасына. 60 сомдық әр кезі үстіне асыл кигізді. Жорғадан жегіп қара көк күймелі арба мінгізді. Көзі түскен пенденің жүрегін оттай күйгізді. Ашылған гүлдей нұрланып, қылығымен сүйгізді. Өз теңінің ішінде асырып дәурен сүргізді. Уызында жарыған, ерте туған бағландай толықсытып жүргізді. Әкесі Әзімбай бойжеткен қызын ұзатуды ойлады. Ол халыққа Назымның бас еркі өзінде, қызым кімді таңдаса, соның жары болады. Теңін тапса тегін беремін. Далада мал жайып жүрген 12 жасар балаға дейін қалмай келсін. Бағын сынап, барқадар тапсын, дейді. Ат шаптырып ұлан-асыр той қылды. Назым қыз биік мұнараның басына шықты. Бұл тойға дәмелі ерлердің бәрі келді. Жігері тасыған жас та жүр, қайраты жасыған қарт та жүр. Бегі мен бекзадасы да, жақсы мен жайсаңы да тегіс үмітті. Баршасы мұнараның алдынан өтті. Ару қыз мені таңдаса екен деген арман оты барлығының көкірегінде маздады. Бірақ Назымның ықыласы олардың бірде біреуіне түспеді. Қабағын шытып қапа болды. Сол кезде бір кісі, бұл мерекеге Әлімбайдың баласы Қамбар батыр келмепті. Ел үшін туған еңіреген ер еді. Күш қайраты толысқан ақылы кемел жан. 90 үйлі тобырда аштыққа шалдырмай, өзегін талдырмай отыр. Жалғыз айыбы кедейлігі, бірақ ешкімге намысын бермес өр жігіт, дейді. Бұл сөзді естіген Назым Қамбар батырдың ерлігіне сүйсінді. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген. Батырды тезірек көруге ынтықты. Қамбардың әкесі Әлімбай да кезінде хан болып жұртты биледі. Еліне қайыры тиген барша халыққа сыйлы адам еді. Қамбар да өсе келе халқының жоғын жоқтады. 60 үйлі арғын мен 90 үйлі тобырдың аңның етімен асырады. Қара қасқа атымен далада жүріп, аң мен құсты аулады. Киік пен құланның етін үйіп тастады. Аш арықты тойдырып, жылағанды жұбатты. Ноғайлыдан шығып, алаштың қамын ойлаған арыс болды. Бір күні Қамбар тоғайдың ішімен келе жатып, қызыл жолбарысқа тап болды. Тарлан атты тарғыл аңның мысы басты. Ер Қамбар қаһарына мініп, Құдайдан медет сұрады. Қара қасқа атына, қанатты пырағым, сен неге осынша қалтырап қорқасың? Ажал жетпей жан шықпайды, тәуекел, тағдырымды сынап көрейін, дейді. Сол уақытта жолбарыс түгінің бәрін жатқызды. Құлағын жымып жасырды, арандай ашып ауызын, айбарлы жаман ақырды. Дауысы жерді көшіріп, нармаядай бақырды. Бүркіттей жазып тырнағын тұлпарға барып асылды. Қамбар ата қайтпай ұмтылып,
бар қайратын шақырды. Құйрығынан көтеріп, айналдырып басынан лақтырып жіберіп, 40 қадам жерден асырды. Құлаған жардай дүрс етіп, ырылдауға әлі жоқ, демінен түсіп басылды. Қамбар олжасын қанжығасына бөктерді. Шерінің басының өзі 12 қарыс қазанмен тең еді. Жұртының тобасы қабыл болып, батыр бір қатерден аман қалды. Мәртебесі артып, мерейі үстем болды. Киік құланын қоса артып, ауылына қарай жол тартты. Жолай Назымның ауылының үстінен өтті. Қызға көзінің қиығында салмады. Қамбардың өзін елемегенін білген Назым, Қамбар батыр не үшін бір қарамай кетті екен деп уайым жейді. Ордасына 30 жеңгесін шақырып, кешке дейін бір ұршық жібек иіріп беріңдер деп бұйырды. Жібек жіп дайын болған соң, Қамбардың жолына өрмек құрдырды. Назым оның қасына қымыз әзірлеп қойды. Кешке қарай Қамбар батыр олжасын байлап, үйіне қайтты. Назымның қымыз дайырлап, өзін күтіп отырғанын көрді де, қазанға жолама, күйесі жұғады, қызға жолама, бәлесі жұғады, егер осыған алдансам, мені Құдай ұрғаны деп шаба жөнелді. Өрмектен тұлпарын қарғытып өте шықты. Назымның бұған қатты ашуы келді. Адыра қалғыр сен өрмек деп өрмекті 6 жерден турады. Тоқтай тұр деп Қамбарға қолын бұлғады. Назым сонда: хан сүйекті Қамбар-ау, шөлдеген шығарсың, сусын ішуге біздің үйге түссейші деп қиылды. Сонда Қамбар батыр: қара аттан бөлек малымды ағайын жеп тауысты, кедейлікпен жолдас болдым. Үйдегі атам мен анамды құс етін беріп бағамын. Саған айналып қалсам, халқымның жайы не болмақ деп жауап берді. Назым қыз: сен бүгінше біздің мейманымыз бол. 60 үйлі арғының бұл үшін кінә тақпас. Байдың баласы сенің басқан ізіңе де татымайды. Бекзатым, менің айтқаныма құлақ ас деп жалынды. Қамбар батыр: өз теңімнің ішінде айтулы ердің бір едім. Тар тоғайда жолбарыс соғып алдым. Бұл да елімнің тілегінің арқасы. Сол елімнен басқа ешкімді жақын көрмеймін. Сенімен көңіл қосып, кейін малы көп бір жаман алып кетсе, жүрегім қайғыдан шерленер дейді. Осылайша екеуі сыр ақтарып әңгімелесіп тұрғанда, бұларды Әзімбайдың үлкен ұлы Қабыршақ көріп қалды. Ол көре сала айғайға басты: Қораз, Дараз, Алшораз, Қарымсақ, қайдасыңдар? Мына жалаң аяқ жарлы бізді қорлады ғой. Ақсемсерді қолға алып басын шабыңдар. Біздің теңіміз осы ме еді? Деп ашуға мінді. Барлығы да бұрқылдап қолдарына бір-бір келтек ұстап жүгірді. Олардың ішіндегі ақылдысы жалғыз Алшораз еді. Ол бауырларына мұның жөнсіздігін айтып тоқтатпақ болды. Бірақ Қарымсақ інісінің айтқанын тыңдамады. Сонда Алшораз: бәрің де азғана дәулетке мастанып, менсіп жүрсіңдер. Қамбардың тегінде ешкім, еш кемдік жоқ. Әкесі Әлімбай хан. Ертең екіталай заман болғанда қорғаның осы Қамбар ғой. Сондықтан Назымжанды осыған қоссақ мақұл емес пе деді. Дараз да: ағалар, бізге қарағанда Алшораздың ақылы көп екен. Ноғайлының батыры кекті болып кетпесін. Егер өшіксек, ертең бізге зиянын тигізіп жүрер, дейді. Осымен бәрі де сабырға келіп, таяқтарын тастады. Қамбар батыр жөнеліп кетті. Назымның ажар көркі хан мен қараның көкейіне қиял салды.
қалмақтың ханы Назым қызды айттырып 20 жігіт жаушы жіберді. Оны Керей ұлы Келменбет бастап келді. Әзімбай олардың келгеніне ашуланып: «Ей қалмақтар, ата жауың мен едім, ата дұшпан сен едің, мұнда не үшін жүрсіңдер?» деп сұрады. Сонда Келменбет: «Патшам мені сізге жаушы қылып жіберді. Қыз Назымға құда түсе келдік. Ханымыз кәрленсе, шаңырағыңыз шайқалар. Одан да қол қусырып, әмірге мойынсынғандарыңыз жөн. Біздерді құда санап, қошеметпен күтіңіз» деп астамсый сөйледі. Алшораз оған: «Жақсы адамда жаттық жоқ деген. Жақын келіңіз, төс түйістіріп көріселік. Түбі құда болатын адамбыз ғой» деді. «Көріссек келе ғой шырағым» деп Келменбет оған еңкейіп қолын ұсынды. Сол кезде Алшораз оның аттың үстінен жұлып алды, алқымынан сығып айбынын асырды. 20 жігіттің зәресі ұшып: «Бізді өлтіре көрме, шыбын жанымызды қи» деп жалбарынды. Алшораз Келменбеттің құлағы мен мұрнын кесіп алып: «Ылғи ісіп кеуіп жүретін едің, енді Қараман ханыңа сәлем айта бар, соғысатын жерін айтсын» деді. Келменбет қанға боялып ханның алдына келді. Мұны көрген Қараман ызаға булықты. 5000 әскерін жинады. Туларын көтеріп, даңғыра қағып, Әзімбайдың аулының маңына келіп жайғасты. Келменбет Әзімбайдың үйінің сыртына келіп: «Алшораз, енді ер болсаң бермен кел, әйтпесе қатыныңды күң қылып, мал жаныңды талап алармын» деп тепсінді. «Қолдай көр пірім» деп үйінен Әзімбай шықты. «Уа Келменбет, жақсының кегі жібек орамал кепкенше, жаманның кегі басы жерге жеткенше деген. Сен бүгінше оңаша үйге түсе тұр. Мен қатын баламен ақылдасып, жауабыңды соңыра беремін» дейді. Сосын ағайынын жинап, бұл бәледен қалай құтылуға болатынын ортаға салып ақылдасты. Барлығы Қамбарды шақырған жөн деп ұйғарды. Алшораз: «Қамбарға 9 бие тарту етіп апарайық, әйтпесе ол өздігінен келмейді» дейді. Келменбетті күтіп, ат шапан айыбын өтеді. Назымды патшаңа береміз деп алдаусыратып шығарып салды. Келменбет ордаға жеткеннен кейін патшасына: «Падишам, олар құлағымның құнына Назымды сізге беретін болды. Мендей құлыңа ырза бол» деп басын иді. Қараман патша: «Олай болса, сүйіншіңе не тілесең де беруге әзірмін. Саған қарсы келгеннің қанын төгіп, жанын алармын. Қазынамнан өзіңе жетерлік дүние салып, есепсіз мал-мүлікті еншіле» дейді. Бұл кезде Әзімбай Қамбар батырға кісі жіберіп сәлем жолдады. «Түбіміз бір, тегіміз бір жандар едік. Керей ұлы Келменбет келіп басымызға бәле салды. Біздің жаудан құтқар. Халқың ашықса сатып азық етсін» деп ат басындай алтын мен қой басындай күмісті қоржынға салып беріп жіберді. Елші болып келген жәдігер барлық жайтты Қамбарға жеткізді. Сонда Қамбар қайраттанып: «Жәдігер, сіз көп уайымдамаңыз. Әзімбайдың ұлдары мені кедей деп кемсітсе де, оларға өкпелеп қарап отыра алмаймын. Әуелі Алла, екінші елім деп атыма мінермін. Жауыңды жеңіп, ел жұртыңды құтқарармын. Сәтті күні жолға шығамын» дейді. Қараман патша өзінің шатырында сауық құрып жатты. Оған Келменбет осы елде Қамбар деген батырдың бар екендігін айтты. Патша оның өзінің алдына алып келуін бұйырды. Келменбет Қамбар батырдың алдына барса да, ердің мысы басты. Патшаның сәлемін айтқан бойда қаша жөнелді.
Қамбар батыр жауға қарай аттану үшін жолға жиналды. Үстіне бадана көзді сауыт киді. Қару-жарағын асынып, бір Құдайға жалбарынды. 60 үйлі арғын мен 90 үйлі тобыр батыр бұл сапардан аман келсін деп дұға қылды. Батыр қаһарына мініп, Қараманның ордасына құйғытып келді. Одан қорыққан патша жоғары шық деп қасынан орын берді. Сонда да қорқынышын білдіргісі келмей, осыдан кешіккеніңде өлтірейін деп едім деді. Ал Қамбар батыр болса, падишам, пәлен жерде өрт шығып соны өшірдім. Одан келе жатсам, сұңқардың олжасына қарақұс таласып жатыр екен. Екеуін ажыратып алдым. Әрі қарай құмай тазының жеміне төбет иттің таласып жатқанын көрдім. Оларды да ажыраттым. Сөйтіп жүріп кешігіп қалдым. Өзің де ауылдың маңына шатыр тігіп, Әзімбайды жүдетіп отыр екенсің. Назымның күйеуімін деп қоясың. Екеуміз жауласып, қолымызды қанға боямайық. Дәл қазір қалаңа қайт, дейді. Ал Қараман болса оған: елшімді сабап, ноғайлы мені жаман басынды. Назымды қайтсем де мен алам. Одан да менімен ұрсуға қалайсың? Жекпе-жекке шық, дейді. Мұны естіген Қамбар батыр тұлпарына мініп, Аллаға сыйынды. Екі батыр соғысты. Бұлт шайнап, мұз үркіп, үркер мен айдай тоғысты. Әзімбайдың аулынан қалмақтар қылған қонысты. Қараман дәу мен Қамбарбек қарсыласып қылыш шабысты. Ақ найзалар айқасып, нар бурадай алысты. Шанышқанына шыдамай, астындағы күлбадам шөге жата қалысты. Қалмақтың ханы Қараман сол жағынан құлады. Артындағы әскері қолынан берді намысты. Арыстан туған Қамбарбек аш бөрідей жалақтап, аралады қосынды. Ақылынан айрылып, қалмақтар жаман шошынды. Қамбар батыр қалың қалмаққа лап қойып, барлығында қырып жойды. Әзімбайдың 6 ұлы да аттарына мініп, бір шетінен келіп, дұшпанның қолын ойсырата жеңді. Жеңіске жетіп, мерейі үстем болғаннан кейін Ақ Ордаға кірді. Жеңістің арты үлкен думанға, сауыққа ұласты. Әзімбай қызы Назымды қаншама дәулетпен, мал-мүлікпен Қамбарға ұзатты. Жұртына келгеннен кейін Қамбар батыр бұрынғысындай кедей-кепшікке қамқорлық көрсетіп, халқының қорғаны болды. Сөйтіп, қайғы көрмей, бақытты тұрмыс кешіп, дүниеден өткен екен.